Сәлем құрметтім. Келе жатқан 2023 жылы қоян жылы екен. Қоян сәбізді өте қатты жақсы көреді. Сол себепті мен де сәбіз салатын жасауды жөн көрдім. Құрметтім, менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз және қоңыраушаны баса кетіңізші. Сіздің 1-2 минуттық уақытыңыз мен үшін өте маңызды. Алдымен бізге піскен сәбіз, піскен картоп және де піскен ет пен жұмыртқа керек болады. Мен бір ғана сәбіз жасаған екен, бір бұрыштықтан жасадым. Барлығын үккіштен өткізіп аламыз. Етті ғана сопақша етіп турап алдым. Таза ыдысымызды алып, алдымен етімізді сала отырып, сәбіздің формасын шығаратын боламыз. Бізге алдымен еттен форманы шығарып алу керек. Ең бірінші қадамы ет болғандықтан осыдан бастап сәбізіміз пайда болады. Пышақтың көмегімен осылай жан-жағын реттей отырып, сәбіздің формасын шығарып алдым. Үстін баса кетесіздер. Келесіде аздап тұз және де майонез жағасыздар. Мен аз сепкенім, себебі етті қайнатқан кезде тұз болған еді. Келесіде картошкамызды салатын боламыз. Оны да еттің үстіне біркелкі етіп, еш жерін қалдырмастан жауып шығатын боламыз. Пышақтың көмегімен тағы да тегістеп, үстін басып шығамыз. Жан-жағын реттеп болған екен, аздап тұз саламыз, аздап қара бұрыш салатын боламыз. Майонезді сеткі етіп жағып шығамыз. Достар, тұз бен қара бұрышты ұмытып кетпеңіздер, дәм келтіреді. Келесіде жұмыртқамызды саламыз. Оны да осылай форманың үстіне келтіреміз. Пышақтың көмегімен жан-жағын жинап шығамыз тағы да. Осылайынан міне сәбізге ұқсап келе жатыр біздің салатымыз. Әдеттегідей тұз саламыз аздап, қара бұрыш міндетті түрде, майонез тағы да міндетті түрде сеткілеп. Енді бізде соңғы этажы, яғни сәбізді салып, бетін жауып шығамыз. Барлық шетінде сәбіз тиіп тұру керек, еш жері қалып кетпестен. Міне сәбізімізді біттік. Енді пышақтың көмегімен жинап шығатын боламыз. Енді сәбіз биік болды. Мына жерде байқалмай тұр екен. Еш жер ашық қалмау керек. Барлық шетін жауып шығатын боламыз. Ашық қалған жағдайда үстінен міне көріп тұрғандарыңыздай сәбізден алып жауып қоя салуға болады. Міне сәбізіміз болып қалды. Енді бізге сәбізіміздің сәбіз екенін білдіріп тұру үшін мен қара мейізді пайдаландым. Сіздерде қара өрік болса, соны пайдалануға болады. Осылай әр жеріне қойып шығамыз. Келесіде зеленді пайдаландым. Кесіп, яғни сәбізіміздің сабағын дайындаймыз. Міне біздің сәбізіміз дайын болды. Жан-жағын құрғақ салфеткамен сүрте отырып, ашық қалған жерлерін сәбізбен жауып қойып, дастарханыңызға ұсына бересіз. Міне осылай жаңа жылдық дастарханыңызды өте ерекше, керемет етіп дайындауға болады. Жасап көріңіз, өте оңай. Ас болсын. Достар, менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздің әрбір минутыңыз, әрбір көрген просмотрыңыз мен үшін өте маңызды. Сол үшін әр видеомда күнделікті сұрап отырамын.
Достар, келе жатқан қоян жылы сіздерге бақ пен берекесін қоса алып келсін. Деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ, ұрпағыңызбен мың жасап, Алланың берген қызықшылығын көре беріңіздер. Жаңа жылыңызбен келе жатқан тағы да сау саламатта болыңыз. Сау болыңыз.